Хабарымыз жалғастырамыз. Орман мен тоғай әкімнің туыстарының май шелпегіне айналған. Түркістан облысында қорықшылар осылай деп шу шығарды. Айтуларынша, Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркінде 2 жылдан бері қызметпен ерекше қорғалуы тиіс ағаштардың саудасы қызған. Ал оларға тосқауыл болатын құзырлы орган күнгейде жоқ дейді орманшылар. Себебі парк басшысының орынбасары облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің күйеу баласы болса, парк филиалының директоры қазіргі Созақ ауданы әкімінің ұлы. Аталған екеуі мұны әрине жоққа шығарды, тараптарды Бекәбиев тыңдады. Абылайхан Шалдаров 3 жыл осы бақта орманшы болған. Айтуынша, мұндағы қызыл кітапқа енген тораңғыл мен жиде ағаштары жаппай қырқылып жатыр. Тоғайды қорғауы тиіс инспекторлар басшылардың пәрменімен ағаш саудагеріне айналғанын айтқан үшін жыл басында жұмыстан кетіпті. Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркі басшысының орынбасары мен парк филиалы директоры келгелі өміріміз тіпті тозаққа айналды деп күйінеді ол. 2018 жылдан бастап осы 2 кісі келді. Нұржан Полатов пен Абдықадыров ақыл деген. Постоянно соны қыздар алып келеді, дем алады. Бізді шақырып алады. Ойбай, тез қояп кеңдер. Мына жерге шашлык істеуіміз керек, ішуіміз керек, коньяк жеуіміз керек, кальян жеуіміз керек дейді. Вот алып келмесең, ертесіне саған жұмыстан статьямен шығарады. Орманнан ақша жасаудың тәсілі көп екен. Яғни газы жоқ, қыста көмірі қымбат, Отырар ауданында бір арба ғана отын сатуға рұқсат беретін билетпен 100 арба отын сатылады дейді бұрынғы қорықшылар. Отынды былай қойғанда, Отырарда жиде мен тораңғылды қадағып бизнес жасау үрдісі бар. Бір ғана мынадай жиде талдан 7 қада жасауға болады. Қада дегенің кесіліп дайындалған мынадай бөрене. Жергілікті қара базарда бір ғана қаданың бағасы 400 теңге. Салдарынан ерекше қорғалып, жайқалуы тиіс орман қып-қызыл бизнеске айналып, жайпалып барады. Әр түскен теңгені аға орманшының қалтасына басып, одан қалса Нұржан Полатов пен Ақыл Әбдіқадыровтың жын ойнағына саламыз деп ашынған орманшылар осыны басшыларға айтып, басы бәлеге қалған. Нау не десем, ойбай, Абылай дейді, Нұржан Полатовтың айтуы, Абылай сен жұмысың болмасын, на жұмыстан мен сені істетпеймін, шық болды. Арғырай еңбек қорғау бөліміне жазасың ба, Финполға жазасың ба, прокуратураға жазасың ба, мен өзім шешіп алам. Қазір Абылай таны шешеді дейді. Ақылдың да айтуы сол. Мен қайнағам тұрған кезде ешкім не алмайды. Сырдария Түркістан саябағы басшысының орынбасары Ақыл Әбдіқадыров деген облыс басшысы Өмірзақ Шөкеевтің туған күйеу баласы. Ал филиал директор Нұржан Полатов Отырар ауданында талай жыл әкім болған. Қазір Созақ ауданының әкімі Салыхан Полатовтың ұлы. Парктегі былықты әшкерелеу үшін бұрынғы орманшылар мен аудан тұрғындары биыл полиция мен аумақтық инспекция өкілдерін ертіп рейд жасаған екен. Жүздеген ағаштың шабылғаны анықталғанымен сол күйі шара қолданылмады дейді тұрғындар. Облыстың прокурорына. Бірақ облыстың прокуроры табиғатты қорғау прокурорын жіберді, табиғатты қорғау прокуроры комитетке жіберді, комитет Қалымбетовке жіберді аумақтық неге. Қайтып Қайырбеков кеткен. Сонымен тексерілмейді, қоймайды мінекей. Саябақты сауық сайран орнына айналдырды деп айыпталған басшыларды іздеп Түркістанға бардық. Нұржан Полатов орнында жоқ. Хатшысы оның сырқаттанғанын айтса, қызметкері жұмыс бабымен рейдте жүр деп шатасты. Есесіне облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің күйеу баласы кездесуден қашпады. Орманшылардың өзі қылмыспен айналысып жүрген соң, қызметке келе сала тәртіпке келтіреміз деп ұнамай қалдық дейді Ақыл Әбдіқадыров. Ағаш кесу, шаптыру, демалу, қой сойдыру деймі, сондай жоқ, қыз жоқ өрді. Соның бәрі жала. Өйткені, ондай тірлік болмаған берді. Жала жабу, арнам саптау, көп қой жерді өзім арғай заңмен шешеміз. Басшы енді бұрынғы қызметкерлерін сотқа бермекші, ал қай жаққа жазсақты әділдік таппадық деген орманшылар Түркістан облысында тоғайда болып жатқан көлеңкелі бизнеске тосқауыл қояр ешкім жоғына сенімді. Сондықтан Астанадағылар көріп ақ қарасын айтар деп үміттенеді. Бекәбиев, Евгений Сергеенко, КТК, Түркістан облысынан.